Кешер қадірлі көрермен, эфирде Digitalk, жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Жыл сайын барлық өңірлер су тасқынына толық дайынбыз деп баяндайды, есеп береді, үкіметте жиналыс өтеді. Қателеспесем, осы желтоқсан қаңтар айларынан бастап бізде есеп беру басталады, біз дайынбыз. Ал көктем келгенде тұрғындар мен инфрақұрылымдар зардап шеге бастайды. Кеше Елорда маңындағы Қоянды ауылын су басса, одан кейін мынау Қызылсуат, тағы да басқа ауылдар. Оралда толассыз жауған жаңбырдан соң қаланың ішін су басқан. Қостанай облысындағы Амангелді ауылының бірқатар көшелерін су басты. Шығыс Қазақстан, Абай облыстарындағы республикалық маңызы бар Қалбатау, Майқапшағай тас жолын су басқан. Күн сайын дәл осындай ақпараттар келіп жатыр. Тоқтамай. Неге жыл сайын бір проблема қайталана береді? Неге бізде мәселе жүйелі түрде шешімін таппайды? Бюджет бөлінеді, бөлінген бюджет неге мәселені шешпейді? Осы тақырыпты біз кеңінен талқылаймыз. Халық неге әбігерге түсу керек қысқасы? Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Олжас Құсбеков, парламент мәжілісінің депутаты. Қош келдіңіз. Ерлан Жұмабаев, су ресурстары мемлекеттік есепке алу және кадастр басқармасының басшысы. Қош келдіңіздер. Және Ролан Исмамбетов, төтенше жағдай министрлігі жағдайларды жою департаментінің басқарма бастығы. Қош келдіңіз. Қателеспесем, екінші рет келіп отырсыз біздің эфирге. Біз енді әкімдікке шықтық, шынын айтайық, енді әкімдік Zoom арқылы бізде кім байланысты? Бізде төтенше жағдай Асқар Нұрқанов, иә? Асқар Нұрқанов, төтенше жағдайлардың алдын алу департамент басқармасының бастығы. Асқар мырза, қалыңыз қалай? Сізді көрмегелі біраз болды. Сіз де біздің эфирдің енді тұрақты қонағының бірісіз. Қош келдіңіздер. Енді ақпан айының 20-сы күні үкіметтің отырысында су тасқын жағдайы көктемгі маусымға және болуы мүмкін төтенше жағдайларға дайындық шараларын талқылаған болатын, естеріңізде болса. Олжас Бектенов сол кезде жұмысқа бұлайша селқос қарауға болмайды деген, міне араға бір ай салып, Қазақстанның әр өңірінде су тасқындары орын алып жатыр. Неге бұндай жағдай жылда орын алады бізде? Асқар мырза, сізден бастайықшы, өйткені сіз осы тақырыпқа қатысты бірнеше рет келгенсіз бізге эфирге. Неге бір анализ бар ма соған қатысты? Неге бізде жыл сайын орын алады? Қателеспесем, сіз біздің эфирде тіпті айтқан болатынсыз. Біз дайынбыз деп ситуацияға. Сәлеметсіз бе? Әрине, төтенше жағдайлар министрлігі және де азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесіне кіретін барлық мемлекеттік органдар тиісті дайындықты жүргізді, әрине. Бірақ та мынау қазір болып жатқан жағдайлар өзіңізді атап өттіңіз ғой, қай жерде жаңа су алып жатқан елді мекендерде. Ендігі оның себептері мынау қардың тез еруі және де мынау түнгі температураның көтерілуі де соған ықпал етеді. Сондықтан да кейбір елді мекендерде егер де оның арықтар канал жүйесі дайын болмаса, қарыш алынбаса, әрине енді сол елді мекенде еріген қар жауған жауын шашын сол аумақты алмай енді қайда баратынын енді ол сондан біздің осы төтенше жағдайлар министрлігінің сондай себептермен күресуге біз міндеттіміз, біздің жұмысымыз. Ролан мырза, сол жиында төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Сәрінов бүгінде республикада су тасқын жағдайы тұрақты деген еді. Бұл жерде қандай да бір сіздерге жеткен анализден қателік болды ма? Әлде не үшін жалпы ондай пікірді сіздер министрге салып береді ғой енді? Неге ондай пікір болды? Енді ондай пікір бүгінгі таңда жағдай көрсеткендей, кейбір олқылықтар бар, оны жасыратын ештеңесі жоқ, барлықтарыңыз көріп отырсыздар. Дайындық барысы былтырғы жылдан енді негізі 21-23 жылдан бастап арнайы жол картасы қабылданған болатын. Бірақ дегенмен сол жол картаның 90-ға жуық іс-шарасы орын алмай қалды. Неге? Енді ол енді кімдерге жауаптылар? Ол көбінесе бұл жерде жергілікті атқарушы органдардың өздерінің жоспарлаған іс-шаралары орын алмай қалған. Енді бұл жерде қаражаттың уақытында бөлінбеуі, проекттік жобаның уақытын өтіп кетуі, сондай мәселелер болды.
бұл мәселелер ашық айтылды, бар жерде ашық алаңда айтылды. Былтыр тамыз айында өкімет отырысында жан-жақты қарастырылған, сол жерде белгілі тапсырма берілді. Одан кейін барлық жерлерде жұмыстар атқарылып, биылғы жылы қаңтар айында тағы да қосымша қарастырылып, өкіметте тағы да тапсырма берілген. Одан кейін республикалық команда штабтық жаттығу өткізілді. Ол жерде барын біз төтенше жағдайлар министрлігі айқындап көрсеттік, қай жерде осындай олқылықтар бар екенін. Өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, 20 ақпанда тағы да қаралды мәселе. Енді тағы да әкімдер бәрі жақсы, біз дайынбыз деп есеп береді сіздерге. Солай ма әлде қалай? Әрине, ол біз енді есепті аламыз ғой. Бірақ дегенмен біз мемлекеттік органдардың жұмысын қарастырып тексергенде 300-ден жоғары елді мекендерде су басу қаупі бар және дайындығы тиісті деңгейде емес деген арнайы ескерту берілген. Ол әкімдікке беріледі ғой сонда ескерту, әлде қалай? Әкімдіктерге берілген. Олар тұрғындарды ескертіп дайындау керек алдын ала, иә? Ол мәселе сол елді мекендердегі әкімшіліктің дайындығын тексеріп, сол жерде мысалы жаңағы айтып өтсек, қар шығару жұмыстарын қарастырып, егерде қар дұрыс шығарылмай жатса, осы ақпан айында ескерту берілген. Берілген. Мысалы Қоянды сияқты өңірлерге берілген ба? Ол жерге мен қазір дөп басып сізге Қояндыны айтпасам да. Мысалы деймін да, қазіргі мына атап өткен өңірлер бар ғой, біз атап өткен өңірлер. Әрине, бұл жерде комиссиялық шығу жұмыстары жүргізіліп, қар шығару керек деп ескерту беріліп, бәріне таныстырылып, жеткізілген. Енді бұл себептер... Негізі сол, мен сөзіңізді білейін, Ролан мырза. Негізі сол ескертуде қажет емес қой, Олжас мырза, қар шығару үшін. Мысалы енді қарды шығарыңдар, кез келген көктемде су ериді, ол түсінікті нәрсе ғой, арықты тазалау керек, күзде деген сияқты. Ерболат мырза, басты төтенше жағдай министрінің жұмысы төтенше жағдай орын алған кезде басталады. Міне су басты, бұл кісілердің жұмысы басталды. Бірақ алдын алу шаралары айыптай алмайсың. Бірақ алдын алу шаралары әкімдіктерге байланған. Әкімдіктер қарау керек сол жағдайдың барлығын. Мысалы үшін Қояндыны алып қарайтын болсақ, менің білуімше енді сол ауылдағы адамдармен байланыстамыз. Кешеден бері жолды жапты, жаңағыдай бізге оның алдында предупреждениелерін жіберді. Осыдан бір ай бұрын, тек қана бір ай бұрын сол қар жинау тендері ойнатыла бастады. Қар жинау несі, жаңағы поставщиктері әлі жоқ. Ол қар шығарылмаған, сондықтан ауылды су басып жатыр да. Сен есіктің алдынан қаншама қарды шығарып тастасаң да, ауылдың ішіндегі жатқан қар ол бәрібір төмен жерін тауып сол жерге келеді. Қар бізде енді солтүстік өңірде қазаннан бастап жауады ғой. Сол кезде неге ол ойнатылмайды? Сол қар бір тіпті неге қар кеткеннен кейін тендер ойнатылады деген? Африкада өмір сүріп, қар аяқ астынан түсетін сияқты да басымызға. Біз жыл сайын бір тырманы басамыз да, қайтадан баса береміз. Болды. Біз бір жүйелі түрде өзгеріп жатқан ештемеміз жоқ. Сосын жаңа сіз айтып отырсыз, ескерту бердік. Ал ескерту бердіңіздер, акиматқа сіздердің штраф салатын мүмкіндіктеріңіз бар. Дұрыс па? Сіздер хотя бы бір аудан деңгейіне акимге штраф салдыңыздар ма? Жұмыстан босатылсын деп представление шығардыңыздар ма? Біз енді орындамаған үшін ба? Осы жыл орындамаған үшін тиісті ұсыныстарымызды енгізгенбіз. Өкіметте тапсырма болған, осындай егерде қандай да елді мекен дайындығы жоқ болса, ұсыныс енгізіңдер, ұсыныстарымыз енгізілгенбіз. Бұл енді ұсыныстар қарастырылуда қазіргі таңда. Түсінікті, Ролан мырза. Олжас мырза, жаңа ғана оқып отырмын, сіздердің партияның төрағасы Айдарбек Қожинзар аймақтардағы су тасқынының алдын ала алмаған әкімдерді қатаң түрде жауапкершілікке тартатын уақыт жетті дейді. Оған керек десе заң бар, халыққа қарсы емес деп ойлаймын. Қазір ауыл былай тұрсын, қалалар суға батып жатыр, бір емес, екі емес, бюджеттен қаржыны аларын алып, жұмысты үйлестіре алмаған басшылар түгел тексеру керек. Мен мәжіліс депутаты ретінде осыны құзырлы органдардан талап етемін дейді. Алысқа бармай қойық. Астананың жан-жақ. Қаншалықты мүмкіндіктеріңіз бар мәжіліс депутаттарының? Қаншалықты бұл расында бір әкімді жауапкершілікке тарту? Халықтың алдынан біз талап етеміз. Депутаттық сауалдарды алып келдім. Бүгін әріптестермен біраз депутаттық сауалдар премьер-министр атына жіберілді. Шара қолдансын, қылмыстық іс қозғалсын. Мысалы үшін Астананың алысқа бармай қойық. Алысқа бармай қойық. Астанамын. Елдің астанасы, елордасы осы жерде. Қоянды деген жер 15 минуттық жерде біз қарды шығара алмай отырмыз. Сол жердің осы Целиноград ауданының әкімі бар. Сол әкімге мен қыс бойы айттым. Көкеннен қарды шығарыңдар. Халық шулайды. Біз айттық талай оған. Бірақ ол кісілер жаңағыдай ойбай тендер болып жатыр. Бір поставщик кетіп қалды, екіншісін бастаймыз, үйтеміз, бүйтеміз. Бірақ ауыр айтып тұрмайды. Облыс әкімі жауапкершілікке тартылу қажет па сіздің ойыңызша? Жоқ, ол облыс әкімі Көкшетауда отыр.
осы Астананың жанында Целиноград ауданы, Ақмола облысы. Соның аудан әкімі бар. Ол Астананың ауданы емес қой ол. Ол облыстың ауданы, дұрыс па? Иә, облыстың ауданы. Облыстың ауданы сол аудан әкіміне шара қолдану. Меніңше осы жұмыстан осы күндер босатып жіберсе, Марат Мұратұлы, облыс әкімі. Ахметжанов. Ол облыста осы жерде, осы жердің аудан әкімі бар ғой. Сол кісі аяғымен жүріп, сол шаруалар шешу керек еді. Осы күнге дейін. Сол жағдайды кешегі адам, халық трассаға шығып, жолды жауып, бізге назар аударыңдар деген жағдайға жеткізбеу керек еді. Түсінікті. Енді біз бір ғана қазір қоянның мәселесі емес, мен жалпы жүйелі түрде қарағым келеді. Мемлекеттік мысалы әкімдіктер бізде кешігіп жатады. Енді бұл жыл сайын қайталанатын проблема ма, Ролан мырза? Әлде бұл бір су тасқын болжау мүмкін емес пе? Мәселе бұл жерде су тасқыны мысалы деген, сіздер де айтасыздар ма су тасқыны деген жүйелі түрде атқаратын жұмыс, бұл жыл сайын атқару керек. Өйткені сен биыл мына жердің жұмысын жасап қойып, келесі жылды да ол осы жерде су баспайды деген ешқандай не жоқ. Бұл жерде егерде биыл жасалған нәрсені келесі жылда қайталап сол тазалау керек, тазалау жұмыстарын жасау керек. Ол жүйелі түрде жыл сайын жасалынатын жұмыстардың арқасында жетістікке жетуге болады. Олжас мырза, бұл жерде мен бір төтенше жағдай министрлігін бір қорғайын деген ниет емес, бірақ ударды бізде әрқашанда төтенше жағдай, енді төтенше жағдай деген бізде барлық азаматтар ғой, шынымен де кез келген ситуацияда барып, өзіңіз айтпақшы, сондай ситуацияда бүкіл көмек қолын созып жатады да. Бізде енді халық болсын, жалпы азаматтар болсын, бас алып, мысалға, сол жұмысты жасап жатқан, бірақ соған жеткізген енді сіз айтпақшы сол әкімдіктер, басқалар. Бұл мәселені жүйелі түрде қалай шешуге болады жалпы? Жүйелі түрде жаңағы айтқан алгоритмдер бар ғой. Мысалы үшін суда, өзендердің, көлдердің мұзын жарады, қардың дұрыс уақытында шығарылуы. Тендер неге ойнатылмайды деген сияқты сұрақтар. Тендер орнатылмаса, жаңағыдай әртүрлі жағдайды қолданып, өзіне жауапкершілікті алу керек та әкім. Жаңа тендер ойнату керек ол. Алдын ала жасау керек, қазаннан бастау керек. Қар бізде қаңтардан бастап жаумайды ғой солтүстікте. Ол жаңа қазаннан бастап тендерді ойнатып қою керек, ол барлығын алдын ала жасау керек те. Жоқ, бұлар біздікілер ұйықтап жатады да, сосын аяқ астынан ойбай, биыл қар көп түсті дейді. Әйтеуір жыл сайын бізде бір рекордный қар түседі да. Акиматтар тыңдайтын болсаңыздар, қазір айтады, бізде рекордный қар түсті, сосын суточный жылыну осындай болды деп. Жылдан жылға қарасаңыз, аяқ астынан жылып, тура сол әңгімені бізге айтып келе жатыр да. Бірақ ешқай әкім, мен жауапкершілігім осындай болмағандықтан, тендер уақытына өткізгенде қар дұрыс жиналмағандықтан, ауыл батты, мен жұмысымнан өз еркіммен кеттім, кешіріңіздер деп ешқайсысы шығып тұрған айтқан емес та ондай. Ерлан мырза, сіздер не айтасыздар? Сіздердің жауапкершілік қандай бұл жерде? Сіздердің министрлік не айтады? Біздің министрлік, жаңадан құрылған министрлік, енді біз құзыреттілігімізде тек гидротехника құрылыстардағы су реттеуге жауап береді. Қазіргі таңда су қоймаларда Ақтөбе облысын алатын болсақ, 60% ғана толған. Неге олай болған? Жүргізіліп. Су келіп жатқан жоқ, өземе аз келіп жатыр, әлі толу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Орталық Қазақстан су қоймаларында да бос деңгейлер бар, су қоймаларда 65%-ға толған орта есеппен бос деңгейлер бар барлық су қоймаларда. Шығыс өңірлерде 80%-ға толық су қоймалар орта есеппен. Қайдан толады ол? Қардан толады? Өзендерден толады. Енді қараңыз. Трансшекара мұз. Мысалға, ерген суды пайдалану тәртібін жаңа су кодексі құжатына күштеп отырып енгізбесек, әлі талай опы жейміз дейді дәл Қожаназаров мырза. Жоқ па сіздерде су кодексінде бұл? Енді қазір жаңа редакциясы әзірленді су кодексі. Ода жоқ. Ода барлық нелер жаңа. Қар суын қалай пайдалануға болады? Қар суын мысалға, енді ол түсінікті ғой, еріп үйді баспау керек қой. Кез келген суды арғы арқылы, ол барып жаңағы сіз айтқан бассейн дедіңіз ғой. Со өзендерге қосылып, ары қарай бассейнге бару керек. Енді біз қанша кеңес өкіметін сынасақ та, шынын айтқан кезде, қанша ол жаман десек те, бірақ кеңес өкіметінде точно бір нақты алгоритм болатын. Яғни күз кезінде арықтар тазаланып тұрады, сол арықтан барады да ол бастауларға жаңағы неге барып құйылады, өзендерге құйылады, өзеннен бассейндерге құйылады. Өзендерде су қоймаға барып сәтті қарай. Енді әр нелерде дренаж жүйелері, арықтар болу керек, су ағып кете алатын. Иә, болу керек ол, бірақ жоқ қой. Енді салыну керек қой, жергілікті атқарушы органдар. Тұрғындар да өздері ауласынан
неге сенбейді, қар жұмыстарын уақытылы шығару жұмыстарымен айналысып. Тұрғындар кінәлі дейсіз ғой. Жоқ, тұрғындар енді тек тұрғындар емес, барлық біздің жергілікті атқарушы органдарда су басқаратын басқарма құрылу керек та. Сіздерге бағынышты болу керек солар. Солар арқылы сіздер жаңағы дренаж жүйелерін басқаларын ауылдардың қалалардың ішінен сыртқа алып шыға аласыздар. Сол суды басқару жүйесі жоқ аймақтарда бізде. А сыртқа шыққан суды сіздер министрлік ретінде жаңағындай су қоймаларына жинап аласыздар. Бізде сол жер үзіліп тұр ғой. Қардың суын қалай, не істеуге болады қардың суын? Қардың суын жинап, жазда егістікке пайдалануға болады. Ол неге істелінбей жатыр? Енді істелгенде ол су қоймалар. Жоқ, сіздер, мен мұнан айтайын, Ерлан мырза, сіздер су жалпы политикасының, саясатын сіздер жүргізесіздер, дұрыс қой? Мен айтып отырған жоқпын, барып соны салыңыздар деп. Сол саясатта неге қарастырылмаған деп сұрап отырмын. Енді жаңа су кодексі әзірленіп жатыр, барлық ұсыныстар нелер беріліп жатыр. Бір жыл бұрын әзірленген кодекс, қабылданған кодекс ол болмады сонда? Жоқ, ол бір жыл бұрын әзірленген жоқ кодекс. Өтті ғой, қабылданып сіздерді өтті ғой, бір рет. Сосын қайтадан әзірленіп жатыр ғой енді. Қазір өт мәжіліске енді кіреді ғой, әлі презентация болған жоқ. Жаңа эксперттер, нелер, қоғам белсенділері қатысып 2 жыл болды жазып жатыр. Берді. Жазылып жатыр. Сонда барлық қарастырылған. Қаражат бөлінді ғой тіпті. Қаражат бөлінді, 150 миллион ба? Жаңа қала құрылыс кодексі, су кодексіне бәріне қаражат бөлінген. Бүгінгі таңда мысалға бөгеттердің жағдайын қарадыңыздар ма аймақтарда? Мысалы Алматыда 2 айда 2 мәрте жер сілкінісі орын алды. Қаладағы бір бөгеттер тексерілді ме? Олар қанша балдағы жер сілкінісіне арналған қауіп бар ма мысалға оларда? Оларда су жинайды ғой. Ертең мысалға сол жер сілкінісі әсерінен егер бұзылып жатса бөгеттер, су ішке қарай кіруі мүмкін, қалаға кіруі мүмкін. Дұрыс айтасыз. Су тасқын мерзім басталар кезде тексеріледі, көп факторлы тексеру жұмыстары жүргізіледі. Жер сілкінісінен кейін де әртүрлі мамандармен, соның ішінде төтенше жағдайлар департамент мамандарымен тексерулер жүргізілді. Тексерілді. Иә, бөгеттердің жағдайы қалыпты, қазіргі қанағаттанарлық. Бұл жерде айта кетсек, Алматының жоғары жағында таулы жерлерінде селден қорғау бөгеттері бар. Ол селден қорғау бөгеттерін төтенше жағдайлар министрлігінің Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің егерімінде ол кісілер бәрін тексеріп, осы жер сілкінісінен кейін жағдайларын қарап шыққан. Бірақ енді проблема бар ма негізі? Ол жақта оларда ол жаңағы селден қорғау құрылыстарының бір жері, ол жерде су жоқ, су тұрмайды ол жерде. Егерде сел түскен жағдайда сол селдің ішіндегі тастарды ұстап қалатын құрылыс болып саналынады. Ол жерде сол селге ғана арналған. Ал жаңағы үлкен су қоймалардың жағдайын әрине тиісті орган тексеріп жұмыстарын атқарған. Ол Бартоғай деген мысал су қоймасы бар, Алматының Қапшағай деген су қойма, үлкен ірі су қоймаларын, оның жағдайлары тексерді. Қазіргі, дәл қазіргі уақытта су басу фактілері болып жатқан жерлердің бәрінде бұл гидротехникалық құрылыстарға қатысы жоқ. Қазіргі таңда тек қана даладан келген қардың суынан елді мекендерге су басу фактілері тіркеліп жатыр. Енді осыдан кейін, бір 10 күннен кейін осы гидротехникалық құрылғылардың жағдайына байланысты болады. Осы су басу, су тасқын жағдайы. Өйткені арналарға су толады, одан кейін жаңағы бар су гидротехникалық құрылыстарға барады. Сол кезде тиісті министрлік мониторинг жүргізіп, суды ұстап қалып, ары қарай жіберу керек. Гидротехникалық құрылымдардың қауіпі бір айдан кейін келеді десеңізші. Асқар мырза, байланыстасыз ғой? Асқар мырза? Байланыстамын. Асқар мырза, премьер-министр сол ақпанның 20-сында жаңа ғана сіздің әріптесіңіз Оралан мырза да айтып өтті, 218 шараның 92-сі осы уақытқа дейін орындалмай отыр деді. Жұмысқа бұлайша сел қосқаруға болмайды. Төтенше жағдай министріне жоспарланған шаралардың орындалмауына жол берген орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың лауазым тұлғаларының жауапкершілігі туралы ұсыныстарды енгізуді тапсырамын деді. Қандай ұсыныстар енді жалпы? Және ол қандай мемлекеттік органдар мен жергілікті мемлекеттік органдар осы ұсыныс 92-ні орындамай отырған? Біз атап айта аламыз ба сол ұсыныстарды енгізген шығарсыздар енді 20 ақпаннан бері қазір бір айдан астам уақыт өтті?
ол тапсырма бойынша мынау су тасқынының кезеңі аяқталғаннан кейін ұсыныстар енгізілетін болады. Кешірім сұраймын, Мароллан мырза. Енді сіз жаңа енді деп айттыңыз ғой ұсыныстар. Жоқ, бұл ұсыныстар қарастырылып енгізілді, бірақ негізгі осы су тасқын жаңа айтып отырған фактілер болған жерлердегі жұмыстарды атқарып, тексеріс жүргізіп. Жоқ, 92-сі осы уақытқа дейін орындалмай отыр дедіңіздер ғой. 92-сі бойынша бұлар енді бұл да әсер етуі мүмкін ба жалпы? Әсер етуі мүмкін, әрине, әсер етуі мүмкін, бірақ енді тиісті ұсынысты осы су тасқыны өткеннен кейін қорытынды ретінде енгізетін болады деп отыр әріптесім. Негізі енді ма? Арнайы департамент осы премьердің тапсырмасынан кейін. Асқар Аманжолов осы жұмыспен айналысады қазір. Енді ма Асқар Аманжолов? Премьер-министрге енді ма? Ондай ұсыныстар осы су тасқын кезеңі біткен соң, яғни көктем аяқталған соң енгізілетін болады. Окей. Қазір айта аламыз ба? Қазіргі ситуацияда сіздер айта аласыз ба? Мысалға, міне осы жалпы осы ситуация болған аудандардың әкімдері немесе облыс әкімдері жауапкершілікке тартылу керек па сіздің ойыңызша? Енді дәл қазіргі кезде себебі олар жауапкершілікке тартылмаса жою одан арман ол басқа да елді мекендерді алып кетпеу үшін барынша ана елді мекендердің үйлерін сақтап қалуға, қорғап қалуға бағытталып тұр қазір іс-әрекетіміз барлығы. Ал сосын бәрі разбор дейді ғой, ол жаңа әбден осы су тасқын кезеңі бітіп болдау дегеннен кейін сосын уже оның тиісті талқылап нәтижелері бойынша кімді жазалау керек екенін ұсыныстар енгізілетін болады. Дәл қазір ондай қайталап айтамын, төтенше жағдайлардың су тасқынын, яғни үйлерді су алып кетуін болдырмауға бар күшіміз сол жаққа бағытталып. Олжас мырза, бізде өңірлерде қар шығаруға арналған қаражат тек ірі қалалар мен облыс орталықтарына бөлінеді деген ақпарат бар. Ал ауылдық мекендерде қар шығару жұмыстары назардан тыс қалып отыр дейді. Тіпті қалаларда да қарды шығармайтын өңірлер бар екен. Мысалы, Қостанай қаласында қар шығарылмайды дейді. Енді бұл тендерді жеңіп алған компаниялар тиісті деңгейде қарды шығармайтынын білеміз, ол жата беруі мүмкін. Осыны жалпы кім қадағалау керек? Антикор ма, прокуратура ма? Әлде төтенше жағдай министрлігі ма? Төтенше, егер мысал үшін жаңағы елді мекен былтыр қар басып, су басқан болса, төтенше жағдай министрі жаңағы предписаниесін жібереді, немесе штрафын салады. Қандай деңгейде әкім болсын, ондай құқықтары бар. Ол қолданбайды да бұны. Предписание салып, штрафын салу. Келесі жыл сол предписание арқылы бұлар бюджеттен ақша бөліп, сол елді мекенде қар тазалау жұмыстарына арнайы тендер ойнату керек. Сол предписание қолға алып. Бірақ бұл жүйеде арасында енді міндетті түрде прокуратура заңдылықты қадағалау керек бұл жерде. Міндетті түрде ақша бөлінді, ақша бөлінген ақша жиналды ма, қар жиналмады ма. Қардың жиналуын өлшеу қиын. Сондықтан сол жерде бір манипуляциялар болуы мүмкін. Қазір 3 жылға бөледі ғой жинауға. Сол 3 жылдың ішінде қандай объем қар шығарылды, шығарылмады, оны өлшеу қиын. Сол мәселеде манипуляция болуы мүмкін, бірақ жалпы ақша бөлінеді, ақша игеріледі, қар шығарылу керек міндетті түрде. Оның жауапкершілігі таза әкімде. Қазіргі таңда жағдай туралы қандай сипаттама бересіздер? Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан облысында, Ақтөбе облысында, Қостанай облыстарында және Ақмола облысында, және өзіңіз айтып кеттіңіз, Қоянды елді мекенінде су басу фактілері бар. Барлық 65-ке жуық. Қостанай облысы екпінді Қызыл Жұлдыз ауылдары дейді. 10 аймақ деп, 10 облыс. Осы жаңағы айтып кеткен елді мекендерде су басу фактісі бар. 65 тұрғын үй су басуда. Қазіргі уақытта ол жерде су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жергілікті атқарушы органы төтенше жағдайлар министрлігімен арнайы күштер мен құралдар жіберілді. Қосымша бізде Маңғыстау облысынан, Қызылорда облысынан, Қарағанды облысынан күштер мен құралдар жіберіліп, барлығы күнмен түнімен қарамай жұмысты атқарып жатыр. Бірақ дегенмен енді ол жерде судың қарқыны және жаңбырдың жауынына байланысты, одан кейін
жердің бетінде мұз қабыршығы бар, 5-6 сантиметр жер. Ерген су жерге сіңбей жатыр. Бұл жерде айна сияқты су жердің бетімен елді мекендерге ағып, елді мекендердің көшелеріне су кіріп жатыр. Бұл жұмыс енді бақылауда, менің ойымша, барлық күштер мен құралдардың жағдайы сақадай сай және төтеп беруге қарқын жетеді. Енді бізде қазір өзіңіз айтып өттіңіз, Ақтөбе, Ақмола, Қостанай, Абай, Батыс Қазақстан және Ақмола облыстарында су тасқындары орын алып жатыр, шамамен 10-ға жуық өңірде. Негізі тұрғын үйлерге су кірген, осы жаңа айтып өттім, Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы, Қостанай облысы, Ақмола облысы, тұрғын үйлерге су кіргендер. Қай кезде төтенше жағдай енгізіледі жалпы? Төтенше жағдай ол жергілікті атқарушы органның өзі құзыретіне кіреді, енгізу бойынша. Қазір қолда бар ақпаратқа сәйкес, Аягөз қаласының әрбір өңір өзі енгізеді. Бұл мәселе сіздер рекомендация бересіздер ме? Мысалы, мына өңір бұл төтенше жағдай аймақта штаб бар ғой. Аймақта штаб бар. Бұл штабтың басшысы аймақтарда жергілікті атқарушы органдардың әкімдері. Бұл мәселе бәрі шығынға байланысты. Бұл келген залалға байланысты, оның мөлшеріне байланысты. Сол мөлшерді жабу үшін, өтемақы төлеу үшін осы төтенше жағдайлар режимі енгізіледі. Одан кейін әрі қарай жұмыстары қолға алынады. Пайдаланып, бір нәрсе айтып кетейінші. Айтыңыз. Жаңағы төтенше жағдай енгізілген кезде білесіз ғой, мемлекеттік сатып алу заңы жұмыс істемей қалады. Тікелей сатып алу жұмыс. Қалай дейсіз? Мемлекеттік сатып алу, жаңағы тендер ойнату заңы жұмыс істемей қалады да. Бірден шешім қабылданады. Төтенше жағдай арқылы тікелей сатып алу жұмыстары басталады. Ол да мүмкін осының коррупцияның негізі болуы мүмкін, өйткені қар жата береді, су жерді алады, халық шулайды. Кейбір әкімдерге соған ыңғайлы ма? Төтенше жағдай режимін жариялайды да, сатып алу жұмыстарын тездетіп ала қояды. Кейбір әкімдерге соған ыңғайлы болуы мүмкін. Менің ойымша ол да бар сияқты да. Яғни сіздің ойыңызша, енді біз түсінікті ғой, төтенше жағдай. Яғни төтенше жағдай министрлігі бұл тек көмектесуге міндетті деп келтіреміз. Ал бұл салдармен күреседі, су басып кеткеннен кейін келіп құтқарады да халықты. Ол түсінікті. Ал енді жергілікті өңірлер міндетті алдын алуға, яғни осындай болуы ыңғайлы ма кейбір өңірлерге? Меніңше бұл егер сатып алуда жаңағы бизнес қылған әкімдер болса, оларға бір күшті мүмкіндік бұл. Қызық. Бәлкім осы жыл сайын орын алатын су тасқындары бір кадр мәселесіне де қатысты шығар. Қалай ойлайсыздар? Елімізде мысалы гидротехникалық мамандардың жетіспеушілігі бар дейді. Осы мәселе енді шын ашық айтылды. Және өзіңіз әріптесім айтып отыр ғой, арнайы министрлік құрылды. Су мәселесі бойынша қарастыру үшін. Енді бұл жерде кадр тапшылығы бар. Сіздер өздеріңізде ақпарат бар шығар, Ерлан мырза сізде? Бізде гидротехника мамандар жетіспейтіні рас. Енді бұрынғы кезде жалғыз оқу орында Тараздағы институт болған ғой. Қазіргі таңда енді не істейді жүрсіздер, қысқаша айтсаңыз? Ғылым және білім министрлігінің бірлесіп шет елдерде оқытып тағы мамандарды, тағы да басқа кафедралар ашу, мамандықтар ашу жоғарғы орында орындалып жатыр. Соңғы сұрақ, 10 секундта жауап берсеңіз өтініш. Кеше мысалға жалпы біз көрдік, су басқан өңірлерде халық не істерін білмей көшеге шығып жолды жауып жатты. Енді бұл бір ақпараттардың жоқтығынан деп айтады кейбір кезде. Не істеу керек осындай ситуацияға тап болған кезде? Төтенше жағдай тап болған кезде әрине бірінші ретте өзінің керек жарақтарын жинақтап, сол қауіпті аймақтан шығуға әрекет ету керек. Газ, электр жүйесін өшіріп, үйден қауіпсіз жерге шығу керек бірінші ретте. Одан кейін жергілікті атқарушы орган жақтан көмек болмай жатса, республикалық деңгейде штабтың телефондары бар, облыстық штабтардың телефондары бар. Егерде хабар түскен кезде, әрине әлбетте міндетті түрде көмек көрсетіледі мұқтаж жандарға. Түсінікті. Біз енді жыл сайын су тасқынына жол бермеу жөнінде өңірлерге бірқатар нақты тапсырмалар берілді. Дайындық жұмыстары пысықталды, тиісті жұмыстар жүргізілді деген жаттан сөздерді естігіміз келмейді шынын айтқан кезде. Соңында әбігерге түсетін қарапайым халық бұл жолы да солай болып жатыр. Олай болмаған қалаймыз және сұраймыз солай болмаған. Бүгінге осы, сау болыңыздар. Келесі эфирге дейін сәттілік. Ал мен сөз кезегін әріптесім Өлиянаға берем. Өлияна.